Hello everyone, сәлем барлығыңа. Бүгінгі видео сабағымыз суффикстер жайында. Суффикс дегеніміз ол қазақша жұрнақ. Сөздерге жалғанатын, соңынан жалғанатын жұрнақ. Suffixes, міне, осы бетте біз suffixes that form nouns деген зат есімді құрайтын жұрнақтардың түрі. Suffix міне бірінші қатарда сол суффикстердің мағыналары, суффикстер жалғанатын сөздерге бірнеше мысалдар. Сол суффикс жалғанған сөздер қандай сөз табына жататыны жайлы, және суффикс жалғанғаннан кейінгі сөздердің мысалдары. Бастаймыз. Age. Age осы міне етістіктер, verbs, етістіктер break деген етістік, сыну, shrink деген етістік, шөгу. Осы етістіктерге жалғанған кезде breakage, сынық, shrinkage, шөгінді деген мағыналы сөздер шығады. Break, breakage, shrink, shrinkage. Al, refuse, dismiss деген екі етістіктің мағыналары. Refuse бас тарту, dismiss босату. Ал жалғауы жұрнақ жалғанған кезде refusal ол бас тартушылық, dismissal жұмыстан шығару деген мағына. Ans, ends. Алдындағы дауыстыларға байланысты бұл кейде ans, кейде ends. Perform, орындау. Performance, атқарушылық, орындаушылық. Independent, ол сын есім. Independence, тәуелсіздік. Independent, тәуелсіз. Independence, тәуелсіздік. Answer, answer. Expect, expect деген күту етістік. Expect, expectancy. Expectancy болса ол күтушілік. President, зат есім. Presidency, ол да зат есім президенттік. Asian. Explore, етістік explore, зерттеу деген мағынаны білдіреді. Exploration, барлау. Organize, ұйымдастыру деген етістік. Organization, ол ұйым, мекеме. Екі осылай болып айтылады. Pay, төлеу деген сөз. Pay, төленетін адам, ақшаны алатын адам. Employ, ол жұмысқа алу. Employee, жұмысты қабылдаушы адам, жұмыскер адам. ER, болып оқылады сөздің соңында. Мысалы, write деген сөзге жалғанған кезде writer, write, жазу, writer, жазушы. Drive, жүргізу, driver, жүргізуші. S, female, әйел деген мағынаны білдіреді. Lion, арыстан. Lioness, арыстанның қазақша айтқанда ұрғашысы. Waiter, даяшы. Waitress, даяшы қыз, немесе әйел. At деген ол француз тілінен ауысып келген болу керек. Small, шағын деген мағынаны білдіреді. Kitchen, ас үй. Kitchenette, шағын ас үй. Maison, maison деген француз сөзі болды. Maisonette, maison үй, maisonette, шағын үй. Hood, child, бала. Childhood, балалық шақ. Brother, аға, іні. Brotherhood, бауырластық деген мағына. Есім, impression, мысалы әсер. Impressionism, сол әсерге байланысты сөз. Сенім. Social, әлеуметтік. Socialism, соған байланысты бұл да саяси жүйенің бір түрі. Impressionism деген француздың суретшісі бар, Моне. Сол Моненің суреттері шыққаннан басталған термин болу керек осы. Сурет өнерінің бір жанры. Ete,
Responsible жауапты, responsibility жауапкершілік. Sentimental сезімге толы, sentimentality сезімталдық. Ment govern басқару, government үкімет, government деген сол үкімет. Arrange реттеу, ұйымдастыру, arrangement ұйымдастыру болды. Ness mean зәлім деген сөз. Meanness зәлімдік. Happy бақытты, happiness бақыт, бақыттылық. Ocracy деген ол кратос деген грек сөзінен шыққан, басқару. Demos ол да грек сөзі, халықтың басқаруы деген сөз. Democracy ол да саяси жүйе. Халықтың ортақ басқаруы. Барлық халықтың дауыс беру арқылы жасалатын саяси жүйе. Autocracy жеке адамның басқаруы деген сөз. Ology жер, geology сол жер тану, жер жайындағы ғылым. Zoo хайуанаттар, zoology хайуанаттар жайында білім. File бұл да грек сөзінен шыққан болу керек. Ғашық дегенді білдіреді, құмар. Anglophile ағылшындарды, Англияны, сол Англияға байланысты нәрсенің бәріне құмар, сол нәрсенің бәріне ғашық адамдарды Anglophile деп айтады. Сол сияқты Francophile француздарды, Францияны өте жақсы көретін адамдар. Phobe hater, fear of дейді, жек көруші, қорқатын. Anglophobe, Francophobe, сол Anglophile, Francophile'дың қарама-қарсы мағынасы. Ағылшындарды жек көретін немесе француздарды ұнатпайтын адамдар. Phobia, irrational fear, қисынсыз қорқыныш, түсініксіз қорқыныш деген мағынаны білдіреді. Мысалы, осындай фобиялардың ең көп тараған бірі arachnophobia деген бар, өрмекшіден қорқатын адамдар. Арахник деген ол да гректің сөзі, өрмекші деген сөз, сонымен өрмекшіден қорқатын arachnophobia. Claustrum ол да менше болатын сөзі. Claustrophobia жабық орын дейді, тар жерлерде ден қорқатын адамдар. Ship friend, дос, мысалы friendship, достық. Dictate айту, dictatorship біреудің бұйрығыменен болатын, ол да бір көбінесе саяси жүйе. Suffixes that form adjectives селесімдер жасайтын suffixтер. Able кейде able, ол алдындағы әріптерге байланысты. Wash десек ол жуу. Washable жууға болатын. Drink ішу, drinkable ішуге болатын. Accident апат, accidental оқыс. Incident оқиға, incidental кездейсоқ деген мағынаны білдіреді осы жалғанған кезде. Centric бір нәрсенің айналасы. Ол мысалы ego десек өз, адамның қандай нәрсенің өзі. Egocentric көбінесе адамдар жайлы болады. Egocentric деген өзіне ғана бағытталған деген сөз. Eco ол қоршаған орта немесе табиғатқа байланысты. Ecocentric табиғатқа бағытталған, мысалы жоба. Id wood ағаш, wooded ағашты, орманды. Point ұшы, pointed үштік. Wood ағаш, wooden
ағаштан жасалған деген сөз. Gold алтын, golden алтыннан жасалған. Echo artist суретші, artistic көркем. Theater театр, theatrical театралды. Eve attract тарту, attractive тартымды. Select таңдау, selective таңдалған. Less care қамқорлық, careless бейғам. Fear қорқыныш, fearless қорқпайтын, battle. Like мысалы child бала, childlike бала секілді, балалық мінезді. Lady ханым, әйел, ladylike әйел сияқты, әйел тәрізді немесе әйелдік мінез бар. Lee friend дос, friendly дос ниетті. Girl қыз, girly қыз тәрізді. Use болып оқылады, O-U-S. Continue жалғастыру, continuous үздіксіз. Contempt менсінбеу, contemptuous менсінбеушілік. Proof bullet оқ, bulletproof десек ол оқ өтпейтін. Water су, waterproof су өткізбейтін. Ward towards сол бағытта деген сөз. Back деген арт жақ деп айтсақ, backward артқа қарай. Down төмен, downward төменге қарай. Now why міне болып оқылады. Cream қаймақ, кілегей деген сөз. Creamy десек ол кілегейлі. Sugar қант, sugary қантты, тәтті. Wealth байлық, wealthy бай. Suffixes that form nouns and adjectives. Зат есімдер мен сын есімдерді жасайтын suffixтер. Is бұл is деген кейде зат есім болады, егер осы белгілі бір елдің, мемлекеттің тұрғындары жайлы болса. Ал сол елдің тілі жайында болса, бұл сын есім болады. Japanese деп айтатын болсақ, ол Жапон елінің азаматы. Vietnamese сол сияқты, Chinese, Taiwanese, Burmese тағы басқа. Ал енді Жапон тілі деп айтатын болсақ, Japanese language, Vietnamese language. Language айтпай-ақ, Japanese, Vietnamese деп те айта береді тіл жайды. Full, ол glass десек, ол стакан. Glass full, стакан толы. Spoon, қасық. Spoonful, қасық толы. Белгілі бір мөлшерді білдіріп тұр. Full, ол да use пайдалану десек, useful пайдалы. Help деген ол кейде зат есім, кейде етістік. To help десек ол көмектесу, help десек көмек. Оған fullды жалғасақ, ол пайдалы деген сөз. Көмегі бар дегенді білдіреді. Ish. Is деген белгілі бір мемлекеттер жайында, сол елдің тұрғындары тілі жайында айтап десек, кейбір тағы бір басқа мемлекеттерді ish арқылы айтады. Мысалы, Scottish, Turkish, шотланд кісі, түрік кісі деген сөз. Немесе шотланд тілі, түрік тілі. Scottish language, Turkish language. Green десек, ол жасыл. Greenish, жасылдау, жасылғыш. Child, бала. Childish, бала секілді. Балалық мінезі бар. Ian, so is, ish деп айтты ғой бір мемлекеттерді. Ал тағы бір басқа бір мемлекеттерді ол Ian немесе an деген жалғауды жалғап айтады. Republic, ол Republican. Американың негізгі екі саяси партияларының біреуі осы Republican. Және Паризиан, ол Парижде тұратын адам.
Moroccan, сол Марокко елінің азаматтары. Сол сияқты Армения елінің азаматтарын Armenian деп айтады. Иран елі болса Iranian. Ал енді келесі суффикс est. Piano ол музыкалық аспап. Pianist. Пианинода ойнайтын адам. Race ол нәсіл. Racist нәсілшіл. Suffixes that form verbs. Етістіктерді жасайтын суффикстер. Ate, orchestra. Orchestra дегеніміз оркестр. Orchestrate ол әсерлендіру деген мағынада. Теңеу, бір жерде метафоралық мағына. Double, қос, екі деген сөз. Duplicate, қосарлау. Бір нәрсені екі рет жасап жіберу. Ripe, піскен. Ripen, пісіру, пісу. Harden, қатты. Hard, қатты. Harden, қатайту, қатаю. Ify, simple, жай, қарапайым. Simplify, жеңілдету, оңайлату. Diverse, әртүрлі, алуан түрлі. Diversify, әртараптандыру. Мысалы, экономика жайында диверсификациялау деп айтады ғой. Диверсификациялау экономиканы әртараптандыру деген сөз. Kazakhstan's economy is not diverse. Kazakhstan's economy has not been diversified. Осылай айтсақ, Қазақстан экономикасы әлі әртараптандырылмаған. Негізінде шикізатқа тәуелді. Eyes, міне S арқылы айтылса, ол британдықтар солай жазады. Z арқылы американдықтар жазады. Modern, заманауи. Modernize, осы заманға лайықтау. Symbol, таңба, бейне. Symbolize, бейнелеу. Suffixes that form adverbs. Adverbs дегеніміз үстеулер. Үстеулер дегеніміз ол қимыл іс-әрекетті пысықтайтын сөздер. Calm, тыныш. Calmly, сабырмен. Slow, баяу. Slowly, баяу. Баяу жүру, қимыл іс-әрекет. Жай жүру десек, сол қимыл іс-әрекетті білдіріп тұрған жай, баяу деген сөз осы slowly. Towards, бір бағытта. Міне, wards деген солай білдіреді. Қарай деген мағына. Back, артқы жақ. Backwards десек, артқа қарай. North, солтүстік. Northwards, солтүстікке қарай. Осымен біздің суффикстер жайындағы видео сабағымыз тәмам. Әзірге сау болып тұрыңдар. Bye bye for now.